Енді осы қытайшылдардың жас бір буыны бар. Бұл жас бір буындары өтірік ұлтшылдық образда, өтірік тарихшы, өтірік ақын, өтірік ұстаз, өтірік мұғалім, өтірік қазақ тілінің мәртебесін қорғаушы болып, Қазақстан қоғамында кәдімгідей танылып келе жатыр. Олардың алдыңғы легінде Серік Мұратхан, Аятжан Ахметжан, тағы басқа Ұларбек Дәлей Байтайлақ, анау Қойшыбек Мүбәрак және соның командасы, анау Қазақ Таймс дейтін басылым, және оның бастығы анау Түркия Жеңіс, тағы басқа сол сияқты Ерзат Меллат, Айбат Меллат деген сияқты бір топ бар. Осы алдыңғы буын кәрі қытайшылдардың артынан ілесіп келе жатқан бұл жас қытайшылдардың алды міне 40-ті еңсеріп 50-ге таяп қалды. Бұлар ту баста Қытайдың қаржысыменен тәрбиелеу орталықтар, ана компания, мына компанияда жұмыс істеп жүргенімен, енді кезекте олар біртіндеп мектеп директоры, колледж директоры болып көтеріліп те келе жатыр. Ал осы қытайшылдар енді аяқ астынан Қазақстанда орыс әдебиетін оқытпау керек деп бір айтып қалған кезде, бүкіл Қазақстанның шын ұлтшылы бар, өтірік ұлтшылы бар, әлгіге ауыздары ашылып, сілекейлері ағып, емешектер елжіреп, жақтары түсіп қалғаны бар. Сөйтіп ұлтшылдықтың ең керемет үлгісін танытты деп, әгілердің артынан ілесіп, білетіні бар, білмейтіні бар, әгілерді пір тұтып кетті. Бірақ естеріңізге сала кетейік. Орыс тіліне қарсы болғанның бәрі ұлтшыл емес. Мысалы, мен де орыс тіліне қарсымын, бірақ аналар да орыс тіліне қарсы. Айырмасы қандай? Қытайдағы қазақтарды жаппай қырғындап, қамап, ұзақ жылға соттап, 500 мыңда 700 мыңын концлагерге қамаған кезде, біз осы тақырыпты көтергенде, сол Аятжан Ахметжан бірінші болып жынданып, сол бізді теріске шығарған. Оның Азаттық радиосына берген сұхбатында бұлардың бәрі пиаршы деген сөзі тұр. Артынан іле-шала ол сала-құлаш мақала жазып, оны анау өтірік депутат Қазыбек Иса, өтірік ұлтшыл Қазыбек Исаның Қазақ үнінде жариялады. Абай Лизет порталында жариялады. Ол мақаласында осы жуырда ғана Қытайға барып келгенін, Қытайда бәрі жақсы, бәрі дұрыс екенін, ешкім қамалмағанын жазады Аятжан Ахметжанұлы. Сөйтіп бізді Қытай қазақ достығын бүлдіруші деп аяқтайды. Енді сол Аятжан Ахметжанды баяғыда Қазақстанға келгенде жұрттың баласын алдап сулап, аталмыш өтірік математика үйретіп, синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең болады бір деген формуланы жаттатып, немесе $1000 берсең балаңды Еуразияға түсіріп берем, $2000 берсең Казгуге түсіріп берем деп, ортадан делдалдық жасаған көп алаяқтың бір екендігін жұрттың бірі білсе, бірі білмес. Сол ақылы тәрбиелеу орталығын ашып жүрген, Қазбілім орталығы дейтін кәдімгі оқу орталығын ашып жүрген бұл сұмырай бірден алады да енді мектептің директоры болып шыға келеді. Ал Аятжан Ахметжан шынайы ұлтшыл болса, Қытайдағы қазақ қынадай қырылып, жаппай концлагерге қамалғанда, сол Қытайдағы қазақтың тақырыбын көтермесе көтермей-ақ қойсын-ақ, соны көтерген бізге соншама шүйлігіп жала жабатындай, бұның қай жеріні жайсызданып қалды.